Сәлем достар, бүгін осындай шақыртудың сборкасын жасайтын боламыз. Өте оңай. Осындай шақыртуды қалай жасадық, эскизін қалай сыздық, ол жайында менің каналымда видео бар. Міне, менің қағазым фотобумага 180 граммдық, бір жағы матовый, екінші жағы глянцевый. Распечаткадан шығармай тұрып, бірінші Ponto немесе PicsArt программасы арқылы қалаған жазуды жазып алуға болады. Енді қазір канцелярский нож алып, соны түзу қылып қиып шығамыз. Міне сызығы барлығы көрініп тұр. Енді жай ғана бұны майыстырамыз. Міне енді жаңағы айтқандай, ішіне Ponto немесе PicsArt арқылы жазуды жазсаңыздар болады. Енді қазір ленточкамызды алып, енді жай ғана формочкамызға клейді жағып, ленточкамызды зафиксировать етеміз. Міне немесе жай ғана формочкаға жабыстырмай ленточкамызды жай ғана байлап қойса да болады. Немесе мынандай төртбұрыштыны да қойса болады. Енді ленточкамызды байладық. Міне енді артық жерін қиып шығамыз. Міне біздің шақыртуымыз дайын. Осындай шақыртуды жасау өте оңай. Осындай шақыртудың эскизін өзімнің бесплатный телеграм каналыма салып қоятын боламын. Бесплатный телеграмға ссылка комментарийдің астында жазылып тұрады. Телеграм каналға ссылканы алу үшін алдымен менің YouTube каналыма обязательно подписаться ету қажет. Менің YouTube каналымда көптеген тойбастар туралы, бомбонерка туралы әртүрлі видеолар бар. Видеомды қарағандарыңызға рахмет. Всем пока.